қарыз дегеннен қорықпайтын адам болдық қой. Аламыз да жаңағы айқай шусыз бермейміз деген секілдіше. Қарыз сен берекеңді алады. Өйткені қараңыз, пайғамбар саллаллаху айтады екен ғой, айтқан екен ғой. Кімнің қарызын өтеуге қолында қаражат болып тұрып, мүмкіндігі болып тұрып, егер бермесе, мысалы мен саған 1000 теңге қарызбын, ол менде тұр, бірақ саған бергенше айналдырып алайын деген секілдіше, осы айналым бар ғой, кетсең берекеңді алады. Пайғамбар саллаллаху айтады соны. Кімнің қарызын өтеуге мүмкіндігі болып тұрып, енді қиналған басқа да, әтейі қарызын өтемесе бар ғой, Алла Тағала ол адамға күніге зұлымдық жасаған адам деп ше, кітабына залым деп жазып қоя береді дейді. Күнәһар деп жазып қоя береді дейді. Оны біздің қазекеңдерде не дейтін еді? Ағайыныңмен ұрысқың келсе қарыз бер дейтін ғой.